Жамбыл облысында желсіз түнде жарғай атты жастардың өнер кеші өтті. Шара ұлы ақын ағартушы Абайдың 179 жылдығына орай ұйымдастырылды. Жас Өркен ауылы маңындағы Талас өзенінің жағасына жиналған жастар ақынның қара сөздері мен шығармаларынан үзінді оқып өлеңдерін жатқа айтты. Абайдың шығармашылығымен барша қазақ таныс десек қателеспейміз. Ал Абай күнінде ұйымдастырылған іс-шарада жастар ұлы ақынның туындыларымен етене танысты. Еркін форматта өткізілген кеш Жамбыл ауданы Жас Өркен ауылында желсіз түнде жарғай тақырыбын арқау еткен. Жастар арасында, оның ішінде өнерлі жастар арасында арнайы осындай желсіз түнде жарғай атты еркін форматта осы бір ашық аспан астында Абай өлеңдерін, Абай өнерін, Абайдың мұрасын насихаттау мақсатында бүгінгі шарамыз өтіп жатыр. Дәл қазір осы алаңда облысымызға белгілі жас ақындар, өнерпаз жастар, сондай-ақ облыстық, аудандық жастар ресурстық орталықтарының барлығы қатысып жатыр. Өнер кешінде жас жеткіншектер музыкалық аспаптардың сүйемелдеуімен Абай әндерін шырқады. Жас айтыскерлер ақынға арнауын оқып берді. 12 тамыз халықаралық жастар күніне орай Абайдың 179 жылдығына арнайы керемет фестиваль өтіп жатқанына өте қуаныштымыз. Көңілді керемет әндер шырқалып, Абайға арнау, Абайдың жырлары, Абайдың қара сөздері оқылып, барша жастар мен үлкен қария кісілер рухани тәлім тәрбие алып, рухани азық алып жатқан керемет кеш өтуде. Айта кетейік, Абай Құнанбайұлының туған күні еліміздің түкпір-түкпірінде кең көлемде аталып өтіледі. Ең бастысы ұлы ойшылдың шығармашылығын жас буын арасында кеңінен насихаттау. Бұл жолы да түрлі мәдени шаралар, Абайдың қара сөздері, өлеңдері оқылып, шығармалары халыққа кеңінен дәріптелді. Қанат Күзберген, Мейрамбек Сағынов, Элдар Түстікбай, 24 News.